Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге осындай кардиганны қалай тоқылу керектігін үйрететін боламын. Менімен бірге болыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Қыздар, бізге кардиган тоқуға мен осындай 3 жіпті алдым. Элайз Лангольд деген осындай жібін алдым. Міне осы екі, біреу молочный, біреу сері жіп. Сосын Ярнарттың Финланд деген жібін алдым. Бұл жерде мен Элайздың табынандай әдемі түсті жібін таба алмадым да, сол себепте Ярнарттың жібін алдым, чтобы заменять үшін да. 240 метр. Міне қараңыздар. Және де бізге сосын крючок қажет. Крючок мен осындай 4 миллиметрлік крючокты алдым. Қыздар, ең алдымен мен серый жіпті алдым. Қазір біз 12 сақина жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және де міне 12 сақина тоққаннан кейін 1, 2, 3 сақина тоқимыз да. Міне астындағы сақинадан кейінгі сақинаға столбик накидын тоқимыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, және де 12. Екісін тоқыдық. Енді бір сақина тоқисыздар да. Бір сақина тоқисыздар да. Қараңыздар. Міне мына жерге міне осылай аламыз. Келесіне осылай аламыздар. Барлығын ішіне кіргізіп жібереміз.
3 сақина тоқ құйсыздар тағы. Сосын міне мынаған емес, мынаған столбик с накидом тоқисыздар. Тап осылай 120 қатар тоқисыздар. Қыздар, қараңыздар, мен міне 120 қатар тоқыдым. Қараңыздар, міне 1, 2, 3 деп санайсыздар. Менде міне осылай 120 қатар шығады. Метрмен өлшеген кезде менде қараңыз. Примерно 62 сантиметр. 62 сантиметр шығады. Сосын қыздар, жіп аласыздар. Міне қоңыр жіпті алдым. Солай кішкентай қылып сақиналы алсаңыздар болады. Тап осылай, не төртеу болды ғой. Осылай 20-сын тоқисыздар. Қараңыздар, міне 20-сын тоқыдым. Енді тағы да 3-еуін тоқисыздар. Артқа айналдырасыздар. Мынаған емес, міне келесісіне тоқып бастайсыздар осылай. Тап осылай 10 қатар тоқисыздар. Бірінші қатар, екінші қатар ғой. Тап осылай 10 қатар тоқисыздар. Содан кейін қайтадан кесеміз. Так, қыздар, міне 10 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және аламызды. Осылай қып тастаймыз. Сосын екінші ақ түсті жіпті аламыз. Енді осындай қылып аламыз. Так. Осылай. Кіргіземізді.
тап осылай 20 қатар тоқисыздар. Міне 20 қатар тоқыдым. Тап осылай жоғары қарай 10 қатар тоқисыздар. Қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде екінші квадрат басталып жатыр ғой. Сіздер осымен сізде екінші квадрат, сізде общий барлығы 9 квадрат шығады. Арт жағы не? Спина жағы, яғни арт жағы сізде 5 квадрат тұрады. Ал алды жағында мындай 2 квадраттан тұрады. 2 квадрат, 2 квадрат, 4 квадрат тұрады. Алды жағында, арт жағында 5 квадрат тұрады. Сіздер тап осылай бірінші қатар, екінші қатар ғой. Бірінші қатар ғой мынау. Жоғары қарай тағы екінші қатар тағы квадрат тоқисыздар. Сол кезде тағы кездесетін боламыз. Қараңыздар. Общий ұзындығына, осылай ұзындығына сіздер 9 квадрат тоқисыздар. Ал жоғары қарай міне 2 квадраттан тоқышыңыз, бірінші квадрат, екінші квадрат. Сол 2 квадратты толық тоққаннан кейін тағы кездесетін боламыз. Қараңыздар, қыздар, мен уже тоқып болдым. Қараңыз, енді бізде міне алдында 2 квадраттан 4 квадрат бар. Мына 2 квадраттан тағы 2 жоғары қарай, мына жаққа қарай қоспай, осылай 4 квадрат тоқисыздар. Жоғарыға 1, 2, 3, 4, яғни жоғары қарай, мына қарай. Тап осылай 4 квадрат тоқисыздар. 2 қатарда 2 квадраттан 2 қатар тоқисыздар. Мына жағынан да солай. Тек осы екеуін қосып тоқисыздар да. Сосын арт жағы, спина жағы, міне. Мына жағын бөлек тағы 2 қатар тоқисыздар. Бірақ мына алды жағы бар, оны 2 алды жағымен мына жақты қоспайсыздар. Сонда бізде жеңі шығады. Сосын жеңін тоқимыз бөлек. Міне. Мына жоғары қарай, арт жақтан жоғары бөлек тоқисыздар. Мына арасын қоспайсыздар. Мынандай қосып тоқыдық қой. Енді арасын қоспай тоқисыздар. Қыздар, міне менде осындай болып шықты. Қараңыздар. Міне бұл жағы. Қазір міне мына 2 жерді қосып тоқитын боламыз. Сосын міне жеңін тоқитын боламыз. Қараңыздар, достар. Міне осы жерін тоқитын боламыз. Ең алдымен айналдырып алайық. Теріс қаратып. Сосын қоңыр жіпті аламын.
осылай мына шетке дейді қойсыздар. Қыздар, қараңыздар, мен міне тоқып болдым. Мына жерде общий барлығы 40 столбик без накида. Міне енді мына төменгі жағына 3 столбик, 3 сақина жасайтын боламыз. Bir, iki, üç. Şöyle. Тап осылай, қыздар, 81 столбик с накидом жасаймыз. Осылай айналып, мына жаққа дейін 81 столбик с накидом жасайсыздар. Қыздар, қараңыздар, міне дөңгелек қылып тоқыдым. Менде общий барлығы 81 столбик с накидом шықты. Яғни столбик с накидом шықты. Қазір қыздар осыдан қоңырдан 15 қатар тоқисыздар. Сосын барып ақтан 14 қатар, яғни барлығы 29 қатар тоқисыздар. Ал 30-шы қатарды бәріміз бірге тоқитын боламыз. Ал достар, міне қараңыздар, қоңырдан 15 қатар, ақтан 14 қатар тоқыдым. Енді жоғары қарай 3 сақина тоқисыздар. Бірінші столбикті бітірмейсіздер с накидом, екінші столбикті с накидом бітірмейсіздер да, үшеуін бірге қосып тоқисыздар. Не, біріншісі, екіншісі, енді екеуін қосасыздар. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Сіздерде барлығы 41 осындай с накидом шығу керек. Қараңыздар, мен 41 шықты, міне осылай қысқартылды бізде. Осымен осылай біздің жеңіміз бітеді. Енді басқа түстен, яғни біз кардиганымыздың төменгі жағын сері түстен тоқыдық қой. Тап сол сері түстен екі жеңінде сері түстен тоқитын боламыз. Сері түсті жіпті аламыз. Осылай бір сақина жасап аламыз. Осы жерге біз қазір 12 сақина тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және тағы плюс 3 сақина тоқисыздар. Астындағы сақинадан кейінгі сақинаға біз столбик с накидом тоқимыз. Яғни бізде барлығы 12 столбик с накидом шығады. Жаңа біз ең басында
төменгі жағын тоқып бастадық қой, тап сол сияқты жеңін тоқитын боламыз. Міне бір баған тастап кетесіздер, келесі бағанға осылай столбик без накидамен қосамыз. Және келесі міне бағанға столбик без накида тоқисыздар да жеңін айналдырасыздар. Міне видеода көрсетілгендей қылып тоқи бересіздер. Қыздар, қараңыздар, міне 26-сын тоқисыздар. Міне 1, 2, 3, 4 деп солай 26-сын тоқисыздар. Міне арасында қараңыз, осылай бір баған қалып қояды. Міне осылай жеңімізді айналдырамыз. Да оны қосып тоқитын боламыз.
Міне қыздар, осындай болып шықты. Енді мына жерін тоқитын боламыз. Тоғыздарда Қыздар, мына жерде мен екінші сақинаға столбиксін әкелдім, тоқыдым, бірақ сіздер екінші сақина емес, үшінші сақинаға столбиксін әкелдім, тоқыңыздар. Мен тек бұл жерде дұрыс көрсетпедім. Ал келесілердің барлығымен үшінші сақинаға келген кезде столбиксін әкелдім, тоқыдым. Сіздерге де тап солай тоқуға кеңес беремін. Просто жаңа мен бір сақина тастап кеттім арасынан, содан кейін барып столбиксін әкелдім, тоқыдым. Ал сіздер екі сақина тастап кетесіздер де үшіншісіне столбиксін әкелдім, тоқисыздар. Қыздар, міне менің кардиганым міне осындай өте әдемі болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар. Мені қолдап кетулеріңізді сұраймын, және жоғарыда көрсетілген инста парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.